жазғы жылы түн болды. Ал демалыстар болса жақсы өтіп жатты. Леша қайтадан өз досының үйіне қонуға қалды. Мұндай күндер олар жиі балконда әңгімелесіп, таза ауамен демалуға тұратын. Ал балкон оның досының бөлмесіне шығып тұрды. Мұнай терезелер көбейіп барады. Егер маған бұл лампа туралы әжем айтқан, мұндай лампаларды ешқашан да үйге қоюға болмайды. Олар адамды өзгертеді. Бұл арнайы өсімдіктерге арналған лампа ғой. Басында өсімдікке арналған, сосын барып адам өзі өсімдікке айналады. Сережка, сен қатырады екенсің ғой? Сережка бұрынмен қарап көруді шешті. Мүмкін әжесі шынымен мені қорқыту үшін бір бөжей ойлап тапқан болар. Сережка қатты қорқып кетті. Ол дүрбін жерге лақтырды және балконның есігін қатты жауып үйге кірді. Бұл не болғаны? Сонда әжем айтқаны дұрыс болғаны ма? Серега шаршаған болар деп ойлады Леша. Себебі ол 2 жасқа кішкентай болған. Сол үшін оның сөздеріне сенбей ұйықтауды ұсынды. Осы оқиғадан кейін 2 апта өткен соң Сережа өз досының кітабын алуға кетті. Есікті Леша ашты. Ода шаршаңқы және ұйқысы қанбаған тұр болды. Сен қайда жоғалып кеттің? Сен кітапты 10 күн беруге уәде бергенсің ғой? Үйге кір. Менің бөлмеме барайық. Мен саған бірдеңе айтуым керек. Сережка дәлізге кірді және бірден күдікті иісі сезді. Үйде біраз күн желетпеген секілді. Пәтер жартылай қараңғы болды. Дәлізде өтіп бара жатқанда ата-анасының бөлмесінен кішкене ашылған есікті байқады. Ол жерде күлгін жарықты байқады. Тынысы тартылып кетті. Бірақ автоматты түрде досының артынан жүрді. Сосын ол бөлмеге кірді. Леша өз артынан есікті жауып, оның ойға ұстады. Тыңдашы, сен айтқаның дұрыс екен. Менің ата-анам бұл лампаны сатып алды. Енді мен оларды мүлдем танымаймын. Олар маған терезе ашуға, далаға шығуға рұқсат бермейді. Олар маған тамақ бермейді. Және өздері де тамақ ішпейді. Күн бойы осы лампаға ғана қарап отырады. Сен келген жақсы болды. Олар күн бойы осы лампаға ғана қарап отыра береді. Басқа ештеңе істемейді. Маған осы кезде есік қозғала бастады. Сосын Василий Викторовнаның дауысын естідік. Леша, балам, саған бірі келді ме? Үйде бөлмені құлыптап қойғансың? Төсек астына тығылып. Сережка төсектің астына жатты және артық қимыл жасауға қорықты. Ол тынысын тартып, арғыға не болатынын күтті. Бөлмеге Лешаның анасы кірді. Оның аяғы жіңішке әрі бозарып кеткен. Серега олар не етіп жатқанын естіп отырды. Бөлмеңді құлыптама, Леша. Біз сені жақсы көреміз ғой. Мен саған бір әкелгенде деп ойлап уайымдай бастадым. Жоқ, бәрі жақсы. Мен ұйықтайын. Иә, ұйықта. Тоқта, Леша, біз саған сыйлық дайындап аламыз. Әкесі, көрсетші. Ультракүлгін жарықта жақты. Қорқыныштан жүрегім аэропортқа ұшуға дайын болды. Сережка жатып, тынышырақ тыныс алуға тырысты. Ей, Балақай! Аты сұрайын ба?